Қайырлы күн достар, бүгін біз гипотонус кезінде балаға қалай массаж жасаймыз, соны үйренетін боламыз. Жалпы гипотонус ол бұлшықеттерінің бос болуы. Бұл кезде міндетті түрде уақытылы массажды бастау қажет, себебі егер де баламен жұмыс жасамайтын болсаңыздар, көптеген навыктарды кеш жасайды, отыруы да кеш болады, еңбектеуі, сондай-ақ жүруі де кешелеуі мүмкін. Сондықтан диагноз қойылғаннан кейін міндетті түрде массажды аламыз. Негізінен бала 1 жасқа дейін 3-4 курс массаж алуы қажет. Енді гипотонус кезінде қолына қалай массаж жасаймыз? Жалпы гипотонус кезінде күш түсіре отыра, дененің қыздырып, бұлшықеттердің барлығын қыздыра отыра массаж жасайтын боламыз. Бірінші қолынан бастаймыз. Сіздер білесіздер, гипертонус кезінде біз алақанын массаждамаймыз, тек сыртын массаждап, бүгіліп тұрған саусақтардың барлығын ашқан болатынбыз. Ал гипотонус кезінде сәл батыра, алақаннан бастап, әрбір саусақтарының барлығын массаждап шығу қажет. Сәл бассаңыздар болады саусақтың бастарын. Стимуляция беруге, яғни гипотонус кезінде міндетті түрде стимуляция береміз. Неге? Иә. Сыртында жақсылап қыздырып массаждаймыз. Қимылдарымыз жылдам қыздырамыз. Гипотонус кезінде қолдың іш жағына да массаж жасаймыз. Осылай жақсылап қыздырамыз. Сәл тұмшыған тәрізді, бірақ та ауыртпаймыз. Орташа күшпен баса отыра массаждаймыз. Ол, ұнамай қалды ма? Сырт жағында. Өздеріңізге қалай ыңғайлы сол қимылдарды қолдансаңыздар болады. Мен 4 саусақтың ұшымен істеп жатырмын. Міндетті түрде иығын жауырына дейін массаждаймыз. Осылай екі қолдарыңызбен жасасаңыздар болады. Дене қызарып, стимуляция беріледі. Сондай-ақ гипотонус кезінде иглоболды қолданамыз. Денені әбден қыздырып алғаннан кейін барып иглоболды қолданамыз. Себебі дене қызбаса, балаға ауырсынуы мүмкін. Осылай жүргіземіз. Немесе былайынан жасасаңыздар болады. Иә. Алақанның іш жағына да стимуляция береміз. Байқасаңыздар, қолы қызарып, бұлшықеті қызды. Енді кеуде бөлігін массаждаймыз. Жақсылап қыздырамыз осылай. Қимылды 10-15 рет қайталасаңыздар болады. Келесі спираль тәрізді. Орташа күшпен баса отыра. Екі жаққа бірдей.
Қолын сәл астыға тартып ұстап тұрсаңыздар болады, кедергі келтірмес үшін. Енді төс аймағын. Иә. Келесі іш аймағы массаждаймыз. Алғашқы әдіс жақсылап айналдырамыз. Екі жақ бүйіріне осындай ішке қарай тарта отыра келесі осылай алақанның сыртымен әкелеміз іш жаққа қарай. Келесі осылай саусақтың ұштарымен стимуляция береміз. Қабырға аймағында да осылай жинаймыз саусақтың ұштарымен. Келесі шымшу әдісі іш аймағын, кеуде аймағында. Бұның барлығы бұлшықеттерінің қатаюына жақсы көмектеседі. Осылай ауыртпай шымшу әдістері. Келесі баланың арқасын массаждаймыз. Жақсылап жылдам қимылдармен қыздырып аламыз. Пилемен қимылдарымыз барлығы жылдам. Әрбір қимылдан соң сипалаймыз. Келесі әдіс продольный мышца аймағын осылай екі қолмен жүріп өтеміз, қыздырып. Сәл шымшыған тәрізді жаңағыдай. Şöyle. Сипалаймыз. Келесі қолымызды төрт саусағымен осылай уқалаймыз жақсылап. Келесі аяқтың артқы бөлігін массаждаймыз. Жаңағыдай жақсылап қыздырамыз. Жылдам. Жартай тәрізді қимылдармен уқалаймыз. Сәл шымшыған тәрізді. Яғни стимуляция береміз.
бүгіп жазамыз аяқтарын. Жамбас аймағына жасаған кезде қолымызды сәл батыра жасаймыз. Бұл жерде бұлшықтар қалыңдау болып келеді. Жақсылап қыздырамыз. Мен подгрузниктің сыртынан жасап көрсете берейін. Сіздер өз балаңыз жасаған кезде алып тастап, міндетті түрде бұлшықетке әсер ете отыра жасайсыздар. Қолымызды бір қолымыз осылай астыңғы жағына, бір қолымыз үстінде пилит етеміз. Пилене жасаймыз. Жақсылап қыздырамыз. Екіншісі осындай қимылдар. Екі жаққа бірдей жылдам жасалынады. Келесі мына жерін үлкен саусақтарыңызды осылай астына жіберіп ұстайсыздар да, екі қолмен шымшыған тәрізді, бұлай уысқа ұстаған тәрізді қыздырасыздар. Келесі соңғы сәл жиырып ұстаймыз да теріні. Шымшыған тәрізді. Бір қолыңызбен сәл шымшып, екінші қолыңызбен ұрғалап, екі жаққа бірдей.